Сәлеметсіздер ме, Да. құрметті әріптестер? Менің жобамның тақырыбы мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық және зияткерлік дағдыларын дамытуда ұлттық педагогика элементтерін қолданудың ерекшелігі. Мақсаты инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып, балалардың интеллектуалдық қабілеттерін, логикалық ойлауын дамыту және балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, күн сайын ойын түрінде және сенсорика ерте кіші жас топтарында, математика негіздері ортаңғы ересек және мектепалды топтарында ұйымдастырылған іс-әрекеті арқылы іске асыру. Міндеттері: әр баланың қызығушылықтарын, ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, жалпы адами және ұлттық құндылықтар негізінде оларды толыққанды дамыту мен әлеуетін ашу жүзеге асырылады. Мектепке дейінгі білім беру зияткерлік дағдыларды дамытуға және мектеп жасына дейінгі балалардың ойын іс-әрекеттерінің алғышарттарын қалыптастыруға бағытталғандығы көрсетілген. Танымдық және зияткерлік дағдыларды дамыту, сенсорлық эталондар туралы түсініктерін, қарапайым математикалық ұғымдарды құрастыру іс-әрекеті тәсілдерін меңгерту. Өзектілігі: өз тәжірибемде мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық және зияткерлік қабілеттерін дамыту мақсатында қолданылатын инновациялық әдістер мен технологияларға ұлттық педагогика элементтерін қолдану және кіріктіруді жөн көрдім. Балалардың танымдық және зияткерлік дағдыларын дамытуда ұлттық педагогика элементтері мен әдіс тәсілдерін тәжірибемде жүйелі қолдануымды Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің 2024 жылғы 30 шілдеде бекітілген 194 бұйрығының мақсатында ұлттық мәдени құндылықтарды бойына сіңірген үйлесімді тұлға қалыптастыруға қосар үлесіміз деп санаймыз. Бұл жоба педагогтар мен ата-аналар үшін балабақшадағы білім беру мен тәрбиелеу үдерісін тиімді пайдаланудың қажетті құралы ретінде маңызды. Мысалы, дәлдемек ойынына келетін болсам, ойынның мақсаты мәжеге көздеу, мергендік пен ептілікке тәрбиелеу, түс пен пішінді ажырата білу. Бала арнайы жабысқақ дөңгелекті мәжеге көздеп лақтырады. Дөңгелек қандай пішінге жабысып қалса, сол пішінде бала таныстырады. Қандай пішін, түсі қандай, қоршаған ортамызда осы пішінге қандай заттар ұқсайды деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Қиғаш жолдар қайда апарады ойыны: ептілікке тәрбиелеу, ұлттық құндылықтарды таныту, пішін мен сан үйрету. Бірнеше бала қатарға тұрады, алдарындағы қиғаш жолдармен жүріп, белгілі бір затқа жетеді. Мысалы, қиғаш жол бір баланы домбыраға жеткізеді. Бала оның не екенін, неге арналғанын айтады. Домбыраны суретінің артында бір пішін және пішіннің үстіне сан бейнеленеді. Бала қандай пішін екенін айтады, соны атайды. Сол санға қатысты санамақ айтады. Қармаққа ілінген асықтар ойыны ептілікке, шапшаңдыққа тәрбиелеу, санау, түс ажырату. Екі бала бір-біріне қарама-қарсы тұрып ойнайды. Ортада бір қазандық ішіне бірнеше түрлі түсті асықтар болады. Арнайы қармақ арқылы асықты аулап алады. Барлық тауып алған асықтарды түріне қарай ажыратып бөледі. Әр түс бойынша асықтарды бөлек-бөлек санайды, неше асық екенін айтады. Асықтарды санына қарай цифрмен сәйкестендіреді. Қазан асық ойыны қазақтың ұлттық ойындарының ерекшелендіріп көрсетіп ойнату, ептілік пен шапшаңдыққа, мергендікке, жылдамдыққа үйрету, баланың танымдық қызығушылықтарын жетілдіру, түстерді ажырата білуге үйрету. Ортада көк мәжеге деп түрлі түсті асықтар салынады. Әр баланың өзінің алдында қазандығы болады. Өзі таңдаған түсті асықтарды қазандыққа жинайды. Қай бала бірінші болып жинаса, сол бала жеңімпаз болып саналады. Ойынның шарты: мәжедегі асықтарды қарсыласының қазандығына итеріп салады. Қай бала қарсыласының қазандығына көп ас салса, сол ойыншы жеңімпаз атанады. Домино ойыны: бұл ойын ойлау үдерісін дамыту, ұлттық құндылықтар, бұйымдар туралы түсініктерін кеңейту, зейіннің шоғырлануын қасиетін дамыту. Ойын 28 домино карточкасынан тұрады. Онда ұлттық құндылықтарымыз бейнеленген: сәукеле, киіз үй, домбыра, сандық, ұлттық әшекейлер, тағы сол сияқты. Ойын барысында барлық карточкалер теріс жағына қаратып
араластырылады. Екі ойыншы болса, 6 карточкадан, 4 ойыншы болса, 7 доминодан алады. Қалған домино дүкенге қорапшаға салынады. Бірдей суреттер бар доминосы бар ойыншы ойынды жүріп бастайды. Доминоның екі шеті болады. Екі шетіндегі суреттерге сәйкес суреті бар доминоларды кезектестіріп, екі ойыншы қойып отырады. Өздігіне сәйкес сурет өзіне сәйкес сурет жоқ болса, дүкеннен жаңа домино алуға болады. Қай ойыншының қолында доминосы бірінші таусылса, сол жеңімпаз болады. Ағайынды екі асық ойыны. Ойынның негізгі тақтайша мен екі бірдей және екі түрлі түсті асық суреттері бейнеленген карточкалар тұрады. Бала тақтайшаның оң жағында және сол жағындағы түстерге сәйкес екі ағайынды асықтан тұратын карточканы тауып, түстерін қиылыстыратын жерге орналастырады. Қорытындылай келе, бала үшін ойын ол өмірлік азығы деп айтуға болады. Ойын күрделі әрі бала өміріндегі маңызды іс-әрекеттің түрі екені бәрімізге мәлім. Ойын арқылы бала оқуға, танымдық және шығармашылық іс-әрекеттерді, басқа да шығармашылық қабілеттерін ашуға болады. Ересек жастағы балалардың зияткерлік дамуы қиял, есте сақтау, ойлау, қабылдау, зейін үдерістерінің даму деңгейімен айқындалады. Күтілетін нәтижелер. Жоба барысында мынандай нәтижеге қол жету жоспарлануда: логикалық ойлау қабілетінің дамуы, сенсорлық координация мен ұсақ моториканың жетілуі, қоршаған ортамен қарым-қатынас ережелерін сақтау, ұлттық құндылықтарға, қоршаған ортаға, өзіне сыйластық сезімдеріне құрметпен қарауға үйрету нәтижелерге жету жоспарланып отыр. Назарларыңызға рахмет.